Сәлем достар, бұл видеода дыбысты лого формула арқылы қалай қоямыз, сол жайлы айтатын боламын. Лого формула дегеніміз не? Ол дыбыс қою кезеңдері, яғни жоспарлы түрде дыбыс қою түрі. Лого формула 4 кезеңнен тұрады. Бірінші дайындық кезеңі, екінші дыбыс қою кезеңі, үшінші дыбысты машықтандыру кезеңі, төртінші ұқсас дыбыстарды ажырату кезеңі. Лого формуланың бірінші дайындық кезеңі 3 этаптан тұрады. Олар бірінші артикуляциялық жаттығу, екіншісі тыныс алу жаттығуы, үшіншісі ұсақ және жалпы моториканы дамыту болып табылады. Артикуляциялық жаттығуды қалай жасаймыз? Егер алдыңыздағы балада ш дыбысы жоқ болса, оған кесе жаттығуын жасауға болады. Және баламен бірге өзіңіз де қайталауыңыз керек. Тағы бір мысал, егер балада р дыбысы жоқ болса, кеме жаттығуын жасауға болады. Және тағы да ат шауып келе жатыр, яғни лошадка жаттығуын жасауға болады. Деген сияқты. Тағы да бір мысал, р дыбысына арналған гармошка жаттығуын жасауға болады. Екінші, тыныс алу жаттығуын қалай жасаймыз? Егер балаңыз дұрыс тыныс алмаса, сіз дыбыс қоя алмайсыз, немесе қойған дыбысыңыз өте әлсіз болады. Мысалы, балаға былай үйретесіз. Мұрынмен терең тыныс аламыз. Міне осылай мұрынмен терең тыныс алып, ауызбен шығарған кезде дыбысты айту арқылы үйретеміз. Және тағы да бір мысал, мұрынмен терең тыныс аламыз. Дәл осылай балаға өзіміз көрсетіп, және баладан қайталауын сұраймыз. Дайындық кезеңінің үшінші этапы бұл жалпы және ұсақ моториканы дамыту. Егер баланың ұсақ моторикасы және жалпы моторикасы толыққанды дұрыс дамыған болса, оның дыбыстары және сөздері өте анық болады. Сол себепті бір мезгіл сабағыңыздың бір 10 минутын, 15 минутын баланың моторикасын дамуға арнатып, әртүрлі ойындар ойнатуға болады. Лого формуланың екінші кезеңі, машықтандыру кезеңі. Бұл кезде баланың сөйлеген сөзінде дыбысты дұрыс қолдануын үйрететін боламыз. Және машықтандыру кезеңінің бірнеше түрлері болады. Бірінші түрі әріптерді жеке-жеке айтқызып үйретеміз. Мысалы, т. Және тағы да р деген сияқты балаға әр дыбысты, қойылған дыбысты жеке-жеке айтқызып машықтандырамыз. Екінші түрі қойылған дыбысқа дауысты дыбыстарды жалғау арқылы айтқызамыз. Мысалы, ас, ус, ис, немесе ас, ис деген сияқты машықтандыру жұмыстарын жасаймыз. Үшінші түрі ашық және бітеу буынды сөздерді қайталатқызу. Мысалы, саты, сағат, сорақ деген сияқты сөздерді көп рет қайталатқызу. Келесі бітеу буынды сөздер. Сауда, сәуле, сыйлық деген сияқты бітеу буынды сөздерді қайталатқызамыз. Машықтандырудың үшінші түрі қойылған дыбыстың сөздің басында, ортасында, аяғында кездесетін сөздерді айтқызу. Мысалы, сөздің басында сабын, сағат, сабақ деген сияқты. Сөздің ортасында асық, аласа, аспан деген сияқты сөздерді айтқызу. Және сөздің аяғында тас, бас, күміс, намыс деген сияқты сөздерді айтқызу. Және машықтандырудың төртінші түрі әртүрлі қысқа сөздерді мүдірмей айту. Мысалы, сай, сол, сан, тас, бас, қыз, мыс, түс деген сияқты қысқа сөздерді мүдірмей айтқызу. Машықтандырудың бесінші түрі сөз тіркестерін айтқызу. Мысалы, асыл тас, сенімді дос, салқын су деген сияқты сөздерді көп айтқызу.
қайталатқызу. Машықтандырудың 6-шы түрі сөз ұйқастарын жатқа айту керек. Мысалы, са, оның бойы аласа. Және ас, оның аты алмас. Дәл осындай сөздерді ұйқастырып, көп рет қайталатқызу керек. Міне логоформуланың екінші кезеңі машықтандырудың осындай бірнеше түрлері болады. Және әрі қарай тапсырманы күрделендіріп, ертек айтқызып, және жаттатқыза беруге болады. Міне осындай кезеңдерден өткеннен кейін логоформуланың үшінші кезеңі бір-біріне ұқсас дыбыстарды ажырату кезеңі басталады. Егерде бала асты аз, іс дегенді із, немесе су дегенді шу деп айтып тұрған болса, осы ажырату кезеңінде баланы машықтандыруға болады. Мінекей логоформула арқылы дыбыс қоюдың кезеңдері осылай жүзеге асады. Келесі видеода логопедиялық қиын дыбыстардың қойылуын жеке-жеке көрсететін боламын. Егер видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырыңыздар.